Атасы алаш, керегесі ағаш, жылқысы тұлпар, жігіті сұңқар, қымызы суат болса, еті қуат болған, жүзіне шуақ қонған, пейілі кең, дархандығы даладай, аңғалдығы баладай, жаны жайсаң, тұғыры бегелі армысыздар. Міне бүгін Дәрбайттар әулетіндегі ұлан ғасыр дүбірлі тойда бармысыздар. Бар болсаңыздар, бар екендеріңізді көрсетіп, бір қошемет шапалы құрып қойыңыздар, тойға келген адамдай қанекей. Рахмет, ал енді ардақты ағайын, бісміллә, сөз бастайын арапшалап, қонсын деп балашқа құт қазаққа бақ, еліме езуімнің енші беріп, жыр сыбаға тартайын табақ-табақ. Аққанат періштелер біздер жайла жеткісінше жаратқанға тез ақпарат. Міне бүгін қуаныш ұлдарыңызбен, Фариза келіндеріңіздің заңды неге той құтты болсын деп айтайын, осылай ойларымды сабақ-табап. Баршаңызға Алланың нұры жаусын, сәлем бердім алдарыңызда қазақшалап. Иншалла рахмет, мінеке ардақты ағайын, бүгін баршаңызда төрімізге ендіңіздер, бұл өмірде жаратқан бір Аллаға сендіңіздер. Мінеке ардақты ағайын, бүгін Дәрбайттар әулетіндегі дүбірлі тойды көзбен көрдіңіздер. Ағамыз Баратбек пен анамыз Раушанның ұлы Қуаныш пен жаңа түскен келіні Фаризаның заңды неке тойына Қуаныш пен шат шарманмен қош келдіңіздер. Ал енді ардақты ағайындар, әрине Айдынкөлде қосақ қудай бірге жүзген қос асылымызды, қос ғашығымызды, ол қызымызды, құндызымызды, жұлдызымызды қуанышымыздың төріне алдырсақ ағайын. Құрметтеймін ыстық туған жерімді, дәстүр тоймен даңқартқан елімді. Сол тойлардың бірі еді үйлену деп, мүмкін болса баршамыз орнымыздан тұрып, мойынды кірген босағадай бұрып, шапалақтай емастан ұрып, той көрдік деп ағайын тамсанайық, той көрдік деп ағайын жар салайық, ду қол шапалақпен қос ғашықты қар салайық.